Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен уйгурская песочная слоеная самса дайындайтын боламыз. Екі түрлі начинкамен. Үлкен ыдысқа ұнды және тұзды араластырып салып, содан кейін бөлме температурасындағы сары майды саламыз және араластырамыз. Жақсылап араластырып, песочный тесто болғанша барлық майды, ұнды бір келкі масса болам дегенше жақсылап араластырамыз. Содан кейін айранды жұмыртқаны салып, ары қарай қамыр жасаймыз. Яғни қамырымыз өте жұмсақ, борпылдақ болып келеді. Осы қамырды 10-15 минутқа демалдыруға қойып қоямыз. Біз рецепті түсіру барысында көмекші қыздарым барлығын ыдысқа салып қойғандықтан кішкене беті кебіңкіреп қалған. Сол себептен біздің тестомыздың арасындағы сары жылтық болып жүрген, осы беті қатқан жылтығымыз. Так негізінде сіздер дәл осы рецептпен жасасаңыздар, бұндай беті сары болып жүрмейді. Содан кейін 20 грамм майды алып, барлық бетіне еш жерінен қалдырмай жағып шығамыз. Сосын бұлай рулон етіп ораймыз. Арасында баламның қолы жағаласып жүр. Енді ары қарай осылай дөңгелетеміз. Морозильникке 20-40 минутқа дейін уақытқа қойып, кішкене қатқаннан кейін форма жасап қойсақ болады. Осылай пакетке салып қоюымыз керек. Енді біз начинкасын дайындаймыз. Бізде начинка етпен 500 грамм етке 500 грамм пияз салынады міндетті түрде. Содан кейін тұзын, бұрышын, етке арналған кез келген приправа, немесе мен магина косточки деген бар. Для супа именно осындай упаковкадағы с говядиной осыны қосамын. Натуральный құрамы натуральный болғандықтан мен осыны таңдадым. Дәмі өте жақсы. Ал екінші біздің начинкамыз бұл тауықтың етінен жасалатын начинка, тауықтың төс етінен жасалады. Және бұл жерде де біз 500 грамм етке 500 грамм пияз салатын боламыз. Мінекей біз осылай алдын ала дайындап морозильникке салып қоямыз. Сіздерге де осындай ұсынамын. Осындай лайфхакты мінекей. Содан кейін осылай май құйып алдын ала пиязды қуырамыз. Пияздан кейін етті саламыз да жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің етіміз мұз болып тұр. Сол себептен аздап қыздырып салып жатырмыз. Не себепті май құямыз және не себепті қуырамыз деген сұраққа жауап берейін дейін. Біздің етіміз өте сухой, себебі төс етінде май болмағандықтан біздің етіміз бір-бірінен белок ажырайды да ақ болатын. Бұл белок көпіргенде сол белок ажырап бір-біріне тығыз жабысып қалады. Сонда біздің самсамыздың іші жабысқан ет күйінде болады. Сол себептен осындай нәрсені алдын алу мақсатында біз май құямыз және оны қуырып аламыз. Сол кезде біздің етіміз шашылып, бөлек-бөлек әдемі болып жүреді. Мінекей, егер артық су, пияздың су көп шығады. Егер пиязды қатты тым майдалап жүрген болсаңыз, осындай су шығады. Суды артығын алып тастайсыз және осындай мөлшерде қалдырсаңыздар да болады. Етті самсаның ішіне салар кезде, начинять ететін кезде етті сумен араластырып, кішкене сочный қылып саласыздар. Мінекей біздің 40 минут тұрған қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды 40 граммнан бөліп сала бастаймыз. Біздің самсамыз заказға жасалынатын 40 граммнан үлкен самсалар болады. Сол себептен әркім өзіне қажетті, өзінің клиентінің сұранысына сәйкес ұсыныс жасағанын абзал. Мінекей біз осылай 40 грамм етті алып, осылай бөліп, дөңгелек жағынан ортасына қарай, мінекей көріп тұрғандарыңыздай, осылай басып тестаны дайындап қоямыз. Және бұл тестаны сіз алдын ала жасап, морозильникке осылай прям пакетке салып қойсаңыздар болады. Осы күйінде тұрады және морозильниктен алдын ала 40-50 минут бұрын, 1 сағат бұрын шығарып қойсаңыз, тесто кәдімгі свежий тесто сияқты болып дайын болып тұрады. Етті қараңыздар, самсаның қамырының көлеміне ұқсас 40 грамм қылып алдық. Осы жағдайда ғана біздің етіміз мол, самсамыз өте берекелі, іші толған ет болып, және де іші тола ет деген жақсы отзывтар аласыздар. Ал енді осы сәтте сіздерге біз міндетті түрде түсінікті болу үшін видеоны асықпай, жай ғана скоростьта түсірдік, чтобы түйіп үйрену үшін. Мінекей анық көрсетіліп тұр қалай түйетіндігі туралы видеомыз. Енді ары қарай біз бүкіл самсамызды осы реттілікпен түйіп біттік. Және де самсаны
қойған кезде бір-бірінің арасынан алшақтау етіп қойғандарыңыз дұрыс, себебі ісінеді, бір-біріне жабысып қалмауы керек. Содан кейін біз тек қана бетіне жылту жағамыз, ал белокты меренговый рулетке, безеге алып қаламыз. Ол холодильникте 1-2 аптаға дейін шыдап тұра алады. Жылтоктың белоктың бетін жауып сақтайсыздар. Жылток ұзаққа шыдамайды. Сол себептен тек қана самсаға ғана осылай қолданып тастаймыз. Мінекей, енді осы жерде лайфхак, қолымызды бір неге батырып аламыз жылтокқа, сөйтіп ары қарай осылай күнжутты жағып шығамыз. Қалауыңызша қара күнжут, ақ күнжут немесе макты пайдалансаңыз болады. Енді духовкаға 40 минутқа 180 градусқа саламыз және осылай табанының қызарғандығынан байқап, піскендігін ұғынамыз. Мінекей, біздің самсамыз дайын болды. Аз болсын, заказдарыңыз көп болсын. Видео аманат.